Бәріңізге сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай венский вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қаймақ, бал, шекер, жұмыртқа, 10 сливочное масло и разрыхлитель керек. Ең бірінші біз жұмыртқадан бастаймыз. Және жұмыртқаның үстіне қантты салып араластырамыз. Болған соң, оның үстіне сливочный маслоны ерітіп саламыз. Одан кейін қаймақ. Сосын 2 столовый ложкамен бал саламыз. Балдың сұйықтығы маңызды емес. Және ең соңынан ұн мен разрыхлительді араластырып қосамыз. Вафли пісіруге арналған арнайы мультипекарымызды жақсылап қыздырамыз. Сосын оның үстіне осылай толықтырып құйып шығамыз. Бес минуттай күтеміз. Сол кезде біздің вафлимыз піседі. Әркімнің вафлиницасы әртүрлі болады. Сондықтан піскеніне қарай. Біздің венский вафлимыз дайын болды. Рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер.